Көгілдір аспан, көз жетпес сеңгір ол аспан. Тылсымы терең, құдіретіңнен кім асқан? Самғасам деген сағынышым бар кеудемде, шындардан асып, көк жиегімен ұласқан. Тұңғиық аспан, арманның асқақ аңсарең. Қатпарыңда бар, қаншама уақыт қанша рең. Өзіңнен ғана сүйініш табар секілді, қойнауыңдағы қамсыздау жатқан барша әлем. Бүгінгі ашық аспан аясында тыныш, бейбіт өмірді өткеріп жатқан әрбір жан осындай шуақты күн зеңгір аспан үшін ата-бабаға алғыс айтып, сән мәрте тағзым етуі керек деп ой түйемін. Сонау сұрапыл 1941-1945 жылдары қаншама аналар мен балалар майданнан үшбу хаттар күтті. Үшбұрыш боп бүктелген хат, жауынгердің өз қолымен жазылған төртбұрышты хат, қара қағаз боп саналған кезенде, соның екеуінің біреуін де ала алмай, шерменде боп кеткен қайран Айшананың сағынышын қандай өлшем бірлігімен есептеуге болады. Шалқар өңірінде туып өсіп, жастық шағы зұлмат жылдармен орайлас боп, отау құрған Нағымбай Құлымбетұлы мен Айша Ләтіп қызының отбасылық бақытын ұрлаған сұм соғыс болашағын бөгей алмады. Оны соғысқа аттанған Нағымбайдан қалған тұяқ Сәндібай, оның қызы Раушанның халыққа жазған хатынан біле аламыз. Құрметті ағайын туыс, бауырларым, бәріңізге сәлем бердім. Мен Сәндібай қызы Раушан Алматыдан сағынышты сәлем жолдаймын. Менің балалық шағым үлкен әжем Айша және папам мен мамамның құшағында бақытты өтті. Айша әжем өмірінің соңына дейін соғысқа аттанған атам Нағымбайды күтті. Бұл үйде өлген адам жоқ деп, жап-жас боп майданға аттанған жарын өлдіге санап Құран бағыштауға қиналатын. Соғыстан кейінгі жылдары Айшуақ елді мекеніне білгіш көріпкел келген еді. Әжем барып құмалақ аштырған. Азаматын зарға күткен әжемнің үмітін өшіргісі келмеген шығар. Көріпкел шалың тірі, балаңның баласының баласына келеді деген екен. Жылдар зулап өтті. Атамыздан хабар болмады. Өмірінің соңғы жылдарында әжем әкеме: «Мен олай-бұлай боп кетсем, әкеңді өлдіге санап Құран бағыштап, қасыма белгі қоярсың» деген екен. Папам әкесінен хабар жоқ болған соң, ана аманатын орындап белгі қойды. Осының бәрін естіп, көріп өскендіктен, менің бала кезден арманым үлкен атамды іздеп табу болды. Қайран папам да әкесінің бұл өмірде бар жоғын білмей өмірден озды. Әжем мен әкемнің аманатын арқалап, мен осы күнге дейін бірнеше іс кесуші топтарға хат жолдадым. Және атам туралы деректің сөзсіз табылатынына іштей сендім. Сүйінші хабар 2020 жылы жеңістің 75 жылдық мерекесіне орай келді. Құпия ЦАМО архиві ашылып, атам Құлымбетұлы Нағымбайдың құжаты табылды. Деректе көрсетілген сөздің әрбір әрпін жүрегімнің соққан дүрсілі мен көзімнің тамшылаған жасымен оқыдым. Нағымбай Құлымбетов 1909 жылы дүниеге келген. Карл Маркс колхозынан 1942 жылы соғысқа аттанған. Горьков облысы Шахунский ауданында көздегіш оқу жаттығуынан өткен. 170-ші Суворов атындағы атқыштар дивизиясында мерген болған. Өзіне берілген тапсырманы тиянақты орындаған үшін 1943 жылы Қызыл ту орденін иеленген. 1944 жылы 2-ші дәрежелі отан соғысы орденімен наградталған. 1945 жылы 2-ші ақпанда Германияда Дитедорфта Нариф өзенінің бойында алапат шайқас үстінде жаудың 2 пулеметті нүктесін ойрандап, 15-20 фашист офицердің көзін жойған. Осы қанқұйлы соғыста өзі де ерлікпен қаза тапқан.
Қайтыс болғаннан кейін екінші дәрежелі отан соғысы орденімен екінші мәрте марапатталған. Дитердорф деревнясында жерленген. 1953 жылы сүйегі Германия жерінде қалған жауынгерлер Польша елінің Бранева қаласындағы бауырластар зиратына арулап қайта жерленген. Менің атамның сүйегі қазір сол Польшадағы зиратта есімі тасқа қашалып жазылыпты. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла атам жатқан жері жайлы болсын, топырағың торқа болсын, риза бол. Қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Алла разы болсын. Бізді желеп жібеп жатқайсың. Отан үшін 36 жасында жанын құрбан еткен атамыздың елеулі ерлігі ұрпақтарына мақтаныш үлгі болып қалды. 80 жылдан бері ұрпағын күтіп жатқан Нағымбай атамның басына ағам Тұрлан екеуміз барып, туған жердің бір уыс топырағын салып, белгі тас қойып, тағзым етіп қайттық. Әжемнің өмірлік сағынышын, әкемнің перзенттік аманатын орындағанымыз үшін мыңда бір шүкіршілік етіп, осы үлкен игі іс үшін Қазақстан елшілігіне, атамның аманаты ұйымына, Польшадағы Қызыл Крест ұйымына 5 жыл бойы менімен бірге жұмыстанып, қызмет жасағандарына әулетіміздің атынан шексіз алғыс айтамын. Ата бабамның рухы разы болсын. Бейбіт заманның қадірін бағалай білейік, ағайын. Майданның өмірінің соңына дейін үшбу хат күткен кешегі ананың бүгінгі немересі бейбіт күннен осындай хат жолдайды. Бұл хатта зерделейтін тарих, аманат арқалаған перзенттік парыз, өмірден өткен қимас жандарға деген мәңгілік сағыныш жатыр. Айша жеміз портовой машинадан секіріп түсіп, ойнап жүрген 4 жасар Жолшараны 6 жасар Сәндібайын маңдайынан сүйіп, қайта машинаға мініп, соғысқа кете барған жарын айтып, көз жасын сығып алатын. Баласы Жолшараның 2-ші сынып оқып жүргенде ауырып, кенеттен өмірден өтуі ананың жүрегін одан әрі жүдетті. Сол кездері баласының басына қалқайтып қойған белгісін бүгінде бауырлары белгітаспен тіктеді. Дәуір алмасты, заман жаңғырды. Бірақ ұрпақтар сабақтастығы өткенге құрмет көрсетуін тоқтатпайды. Өмірден өткен атамыз Нағымбай Құлымбетұлын, әжеміз Айша Ләтіп қызын, өмірден ерте кеткен әкеміздің бауыры Жолшара, әкеміз Сәндібай Нағымбайұлын, анамыз Аян Қасен қызын сағынышпен еске алып, Құран бағыштаймыз. Жандарыңыз жәннатта болсын, ардақтыларым.